Ең басты байлық. Ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, дәл біздің осы күнгі жалқау балалар секілді сидам сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: «О жаратқан ием, жарық дүниеге әдейі әкелген соң, дәулетті шалқыған етіп жаратсаң етті. Жалғанда жалпағынан басып шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарамай жүрген тұрмай» деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал